Сәлем қыздар. Қараңыздар, бұл шапканың тоқылуы менің YouTube каналымда бар. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жерден қарап отырып тоқисыздар. Тек айырмашылығы мына жерінде болады. Егер де бантикпен тоқитын болсаңыздар, мен мысалы мына шапканы 46-48 размерге тоқып жатырмын. Шапканың биіктігі 17-18 сантиметр болу керек. Менде міне 18 сантиметр болып тұр. Төбесіне убавканы кішкене ғана жасадым. Мына жерде басталды менде убавка 1, 2, 3, 4, 5 рет убавка жасалған екен. Менде спицымда қалды бер жағында 48 петля, арғы жағында 48 петля. Міне осыншама петля қалды менде. Себебі қараңыздар, біз жаңағы видеодағыдай мынаның барлығын убавка жасап, бір 6 петля қалғанша қысқартпаймыз. Осы көп күйінде қалу керек. Бастысы қажет ұзындықта тоқып алдық, иә. Енді осы 48, 48, 86 ма, 96 петля, менде. Соның барлығын 2-2-ден қосып тоқып шығамын. Міне, екеуін бірге қосып, теріс қылып тоқимын. Екеуін бірге қосып, теріс қылып тоқимын. Яғни осы петляның барлығын 2 есеге азайтамын. Неке енді төбе жағын жиырып тастаймыз. Жіпті инеге өткізіп алдым. Неге төбесі осылай бізде складка болып тұру керек. Бантикпен тоқитын кезде. Жақсылап тартамыз. Бірден жіптің ұшын жағынан жасырып тастасаңыздар болады. Енді мынамнемді арт жағы. Енді қараңыздар. Бантиктің узорын мен двойной рез, немесе жемчужный узор дейді, сондай узормен тоқыдым. Бұл узордың да тоқылуы менің YouTube каналымда бар, қыздар. Видео описаниесі міндетті түрде ссылкасын қалдырып кетемін. Енді размерін айтайын. Қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады размерін. Так, 29 сантиметр ұзындығы. Ширинасы мені 8 сантиметрге дейін барады. Осыны былай бүктеп, екі жағын қазір біріктіруіміз керек, екі бас жағын.
бірден жіптің ұшын түйіндеп кесіп тастаймыз. Так, мен мында қараңыздар, қосымша гипер тігіп қойдым. Бет жағына бантиктің мына бергі жақ беті. Клиенттің сұрауымен да. Енді біз мынаны қазір былай жирамыз да белін бууымыз керек. Ол үшін мынандай кішкентай ғана тоқисыздар. Ширинасы 3-3,5 сантиметр болу керек. 3 сантиметр жетеді. Және ұзындығы ол сіздердің бантиктарыңыздың қалыңдығына байланысты. 7 сантиметр еще мен бұлай созылады. Жаба салам. Спицмен тоқылған ғой, бірақ маған крючокпен жаққан ыңғайлы, осылай жаба салам. Әдемілеп бөктейміз мына жерін. Мынау менде жоғар жағы болады. Мына жақ сәл қысқалау, қарасаңыздар, мына жақ асты жағы сәл кеңдеу. Жоғар жағы болады, сол себепті біз асты жағынан біріктіруіміз керек мынаны. Дайын болды. Енді осыны біз шапочкамызға тігеміз. Мына екі жері томпайып тұр ғой, бізге керісінше осы жердің кіріп тұрғаны керек. Бұлай қолмен аккуратно кіргізіп тастаңыздар. Шов дәл артында, ал мына екі жаны бізге кіріп тұру керек. Что бантигіміз осылай тұру үшін. Арт жағында тексеріп алыңыздар. Складкаларын әдемілеп қолмен реттейсіздер, қыздар, өздеріңіз қолмен әдемілеп аласыздар складкаларын. Қазір былай тігіп шығамын, шапкамен бірге қосып. Тексеріп аламыз, міндетті түрде. Соңына дейін тігіп тастамаңыздар, бір тексеріп алыңыздар, дұрыс келе жатыр ма екен. Так, енді инемді арғы жақ, алды жақ бетіне өткізем да. Алдым тігем.
Алдын да тігіп болды. Жіпті іш жағына қарай өткізіп, түйдеп байлай саламыз. Жіптің ұшын жасырамыз. Мінекей қыздар, шапкамыз дайын болды. Өте оңай тоқылады. Так, шапка менде 46-48 размерге тоқылған. Манекеннің размері кішкентай, 45-46 сантиметр. Мен былай асты жағын қайырып кигізіп көрсетемін. Қараңыздар, қалай ерекше әдемі көрінеді. Осылай сіздерде тоқып үйреніп алсаңыздар болады, қыздар. Шапканы мен мына тұрған кардиганға комплект ретінде тоқыдым. Етегінде мынандай гипюрі бар, қараңыздар. Кардиганның тоқылуы менің тоқыма курсымда бар. Курс ақылы толық ақпаратты менің WhatsApp номеріме жазып біле аласыздар. Видеоның астына номерімді қалдырып кетемін. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Thank you.